Дүниенің кереметі байлықта, ақшада, саяхаттау мен тоя тамақ жеуде еместігін ана тағын иемденгенде түсіндім. Ана деген үш әріптен тұратын сөзге бүкіл әлем сыйып кетер. Қыздың өмірге келудегі басты мақсаты ана атану, ұрпақ жалғау. Ал ана атану бақыты барлық қызға бірдей беріле бермейтінін өз басымнан жақсы білемін. Тұрмыс құрғаныма 8 жылдың жүзі өтсе де құрсағыма бір жапырақ ет біте қоймады. Тағдыр тауқыметін менен артық ешкім көрмеген болар. Енемнің бедеусің деп бедірейген сұсты келбеті еш есімнен кетпес. Қайнатам немересін еске алмай келмес сапарға аттанып кеткені жүрегіме қатты батты. Баласын жетектеген енемнің күйеуден қайтқан не 30 артқа тастап отырған келіншектердің есігін сығалап етегін аңдағанын қайтерсіз. Әрине, мен жыл сайын топырлатып туып, жөргектегі аяғына шұбап алып жатса, енемнің басқаға уақыты болмас еді-ау. Әттең, бәрі менің қолымда болса, сегіздетіп жібермес пе едім. Қаралмаған дәрігерім, емделмеген емшім, зікір етпеген бақсым, баспаған тасым қалмады. Күйеуім үстінен тоқал алуға бекінді. Менен басқа жанның бәрінде үміт оты жарқ етіп, жексеннің перзент сүйеріне кәміл сенді. Сүйген жарым сүйеріне кәміл сенді. Сүйген жарымның құшағын бөлісуді қаламасам да ұрпағын жалғауын қаладым. Перизат десе перизаттың сұлу келіншектің менің келісіміммен жексенмен некесі қиылды. Сонымен бір үйдің шатырында бәйбіше Хадиша мен тоқал перизат жексеннің жылы құшағына таласып, талай жастыққа көз жастарын төккенді. Рең басы келіскен күндесінің күншілдігі басынан асып жығылатын. Ақ көңіл, жайдары жүзімен үлкендердің іші бауырына кіріп, қулық сұмдығын жаялап, айламен асыратын. Үнемі тұнжырап, іштен тұнып, көзі құрғамайтын мен Хадиша бәріне халық жауындай көрінетін. Мені көрсе тыжырынып, бойын аулақ ұстайтын енем бар тәттіні тоқалға тығып, бәйбішені алалаумен болды. Қыз шиден сықар деген төркінім менің қайғымды бөлсе қоймады. Жарыңды біреуге өз қолыңмен бере салу өте қиын екен. Шарасыздық жолым мен бағымды мықты байлаған кез еді. Жатын бөлменің есігін іштен жапқан сүйіктім тоқалын құшып мені талай есік сыртында қалдырды. Амал нешік. Енем де күндесінің алдына өректеп, тұмсықтыға шоқытып, қанаттыға қақтырмады. Ол деген оқ, жоқ деген шоқ. Жеген артында, жемеген алдында перизаттың дәурені жүріп жатты. Көп ұзартпай жеріктігі еркелетіп, күн ұзақ аяғын жерге тигізбей қызметінде көрсеттім. 9 айын толтырып, шекесі торсықтай ұл өмірге әкелді. 7 қат көктің үстінде қалықтаған күндесінді әлемдегі ұл тапқан жалғыз әйел сықылды құрметтеп бақты. Есірген перизат отырса опақ болған мені керек еткендей алдында қордай жорғалатты. Жексеннің махаббаты екіге бөлініп, онда маған мүлде орын болмады. Ат байлары дүние есігін ашқаннан тойлауды бастап кеткен Жексенбайдың қуанышында шек болмады. Бірте-бірте ішімдікке әуестеніп, дүңгіршекті жағалауын тете түсті. Перизаттың балаға мейірі түсе қоймады. Тас емшегін жібітер бір тамшы сүттің шығуы мұң болып, қарны ашқан сәбиі шырылдап, жылайтын да жататын. Мені жалдап алған күтушісіндей көрген тоқалым қызыл жақаны қолыма ұстатады да бөлмесіне кіріп кетіп, ұйқысы қанғанша шықпайтын. Сағындырып туылған сағынышты бауырыма басып, я Аллахым, мейірімі шексіз жаратушы ием, маған да тәтті жеріктікпен ащы толғақты өңгеріп, сәби құшуымды жазшы деп көз жасыма ерік бере жалбарынатынмын. Қысыр ешкінің сүтін сауып пісіріп, емізікке құятынмын да бөбекке мейірлене беретінмін.
Өз денесіне бағынбаған балапанның қолдары саусақтарын сүйе жүрегім қақ айырылатын. Адамдар қалайша туған нәрестесіне мейірімсіз болады екен деумен перизаттың енжарлығына таң қалатынмын. Кейде сөгіп те алғым келетін. Салақ-олақ болса да туажақ қатын менен көш ілгері тұратын. Сәби 6 айға толар-толмас перизат үйдің қыран-тойпанын шығарып төркініне кетіп қалды. Бар себебі Жексеннің аузы сасық судан құрғамай, нәпсінің құрығына оңбай байлануы болатын. Баласын құшақтап ендігі табалдырықтан аттамастай болған Тоқалжан бір жеті өтпестен сәбиді үйге тастап, маған мәскінемнің ұлы керек емес деп өз еркімен бас тартты. Жалғанда 7 айналып кетсем де, бір жапырақ бөбекке зар болған жоқпын ба, тағдыр тезіне төзгенімді өтем ақысы, сағыныш жеткен Тоқалдан туған ұлды бауырыма басқаным. Олжам, сағынышым, ботақаным, күннен күнге қылық шығарып тәп-тәпті болып өсіп келеді. Жексеннің жүні жығылып, әйел атаудыдан көңіл қалғандай. Перизаттың артынан бірнеше туыстарын ертіп барғанымен Жексеннің бетін қайтарды. Соңынан басқамен сөз байласып тұрмысқа шығып кеткен естігенде жағамыз ұстадық. Сұмдық-ай, көкек аналар халықтың арасында қалай жүреді екен? Қалайша бауыр еті баласын тастап кетеді екен деген сауалдар тұратын. Түйсігінің жеткен жері сол болды ма, жоқ әлде бәйбішемен бір байды бөліскесі келмеді ме, қалғаны бір Құдайға аян еді. Әйел ешқашан, еш уақытта опасыздықты кешіре алмайды деп бекер айтылмаған-ау. Әйтсе де шаңырақтың шайқалмауы үшін барымды салып бақтым. Қалай болғанда да бұрынғыдай бөліске түскен құшақ енді тек мені ғана құшып, мені ғана бал еріндер сүймек еді. Ерлі-зайыптылардың реніші әлгі шай оралмал кепкенше деуге саяды екен-ау деп қоямын. Әлде өзім көптен бері жар құшағын сезіне алмай жападан жалғыз бүрсеңдеп тіземді қысып жатудан жалыққан білем, құстай алып ұштым. Тәңір қосқан серігімнің жаза басқан емес, ұрпақ жалғар ат байларын алаңдап, амалсыздықтың арбауына кеткенін біле тұра, Тоқалменен талай түндерді көрпе астында өткіргені есіме түсе қалса, көкірегімді ыза кернеп шығатыны бар. Өзімді сабырға шақырып, кіп-кішкентай балапанымды бауырыма басып, бар қайғыны ұмытатыным тағы бар. Әйел 40 шақты деген рас екен-ау. Енем бұрынғыдай екпеңдеп, қос бүйірін таяна зіркілдеуін жалғап бақты. Әй-шайға қарамастан тайлағын ерткен Әминаша байдан шыққан таныстарын үйін жағалады. Еркіне көнген Жексеннің маған, Хадиша, сені сүйем, бірақ маған бала керек деген сөздері әлі есімде. 40 талқындап қалған күйеуімнің қылшылдағаны басылмай-ақ қойды. Жексеннің ойды-қырды адақтап жүргенінде аяғымның ауырлығын білдім. Өз-өзіме сенбей қайта-қайта сынама алып бір жылап бір күлудемін. Алланың менің көз жасымды көргені болар, маған да ана атану бақытын бұйырды. Мен бақыттымын. Енді менің қабағымнан қар жауып жиі бұрқасындататын енемен түзу жолдан тайқып, бұралаң батпақ мекеннен ермек іздегіш күйеуіммен ісім жоқ. О, жаратқан, кіп-кішкентай періштенің өмірімді күрт өзгертетінін білгенде, қаншама жылдар бойы дертіме дауа іздеп, аурухананың табалдырығын тоздырғанша жайнамазымның үстінде саған жалбарынып көзім кетер еді-ау. Бәлкім сағынышты басыма сынақ етіп жіберген де боларсың. Сәбиге шөлдеген махаббатымды жат та болса Тоқалдың баласына сарқымай бергенім, титтейінен бауырыма баса еміренгенім, жылдар бойы жиылған біліп-білмей жасаған күнәларымды жуып шайдым екен. Уа Раббым, мені ана махаббатын сезінуге мұрсат бергенің үшін алғырсын шексіз. Түсінген әйел затына омырауын пысылдап, кішкентай еріндердің тарта тістегені бір ғанибет. Пах шіркін. Ербеңдеген саусақтармен бетімді сипап, аузыма салғаны балдан тәтті болды. Жаным, тәп-тәттім, жаратқанның бергені, ие салғаны, шүкірім, шүкірім, тоба, тоба.
бұртиған екі ұрты, балдырақ көздері, сарғалдақтай сары бөбек құдды жексеннің аузынан түсіп қалғандай. Бедеу, қысыр қатын, тумайтын тас құрсақ деген сөздерді арқамда 10 жыл көтеріп келген мен үшін темір торда аңсаған, еркіндікті күн сайын аңсаған адамша өміріме азаттық сыйлады. Мен бір емес, екі бірдей баланың анасымын. Сағынышым мен тұрарым қос қанатым. Жылдар өтіп жатты. Балаларым күннен күнге қуантып көзге көрініп қалды. Жексен бұл тұста тәубеге келіп, жұмыс басты, сабырлы еркекке айналды. Енем келместің қайығына мініп кеткен. Елден көшілгері не соң емес, орта өзіне тоқпа отбасылардың біріміз. Балалар мектепке барып, алды 10-шы сыныпты тамамдаған уақытта үйге бейтаныс әйел кіріп келді. Үсті басы кір қожалақ, күтім көріп жумбағанына біраз болғаны өңкіген қоламса есінен-ақ көрініп тұр. Сасық судан ұрттап алған келіншектің «балам қайда?» деген сөздерінен соң оның байырғы перизат екенін жаңылмай таптым. Күндердің күнінде бауыр еті баласын іздеп келеді-ау деген күдігім расталды. Мен қалайша өз баламды бере саламын? Мейлі, оның бауыр еті баласы шығар, бірақ сағыныш менің жүрегіме мықтап байланған, шымырланған нәзік тамырым.